Сократ батыс философиясының негізін қалаушы ежелгі грек елінің үздік философы. Ендеше назарларыңызға Сократтың бір топ сүбелі сөзін ұсынамыз. Жақсылық дегеніміз даналық пен білім. Табиғат көп көріп, көп тыңдау үшін екі көз, екі құлақ берді. Ал аз сөйлеу үшін бір ғана ауыз берді. Талқыға салған кезде ғана ақиқаттың беті ашылады. Абыройсыздықпен өмір сүргенше батылдықпен өлген артық. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Ізгілік пен игілік жоқ жерде әсемдік те жоқ. Өз шаруаларыңды өзгемен ақылдасу үшін алдымен оның өзінің шаруаларымен қалай айналысып жатқанына қара. Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт. Ашулы адам ешқандай пайдасыз басқаларды зәбірлейді. Өмірлік тәжірибесі аз адамның айтқан сөзі аса сенімнен шыға бермейді, мейлі маған еліктеп айтса да. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Тек бір ғана жақсылық бар, ол білім, тек бір ғана жамандық бар, ол надандық. Әрбір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек. Қалаған адам амал табады, қаламаған себеп табады. Мен көп нәрсені білмейтінімді білемін, алайда басқалар мұны да білмейді. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей. Уақыт бөліп көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.